Қайырлы күн, достар. Менің аты жөнім Бибісара Мұратбаевна, Астана қаласынанмын. Мен бүгін сіздерді Millennium компаниясының партнері Күлбибі ханыммен таныстырғым келіп отырмын. Бұл кісі өзінің зейнеткерлік жасына қарамастан осы интернет арқылы Millennium компаниясында, яғни айтқанда жаңа 1000 жылдық компаниясында еңбектеніп жатырсыз. Бұл компания негізінен баспанамен мәселесімен айналысатындығын білеміз. Бүгінгі таңда бәрімізге де белгілі баспана мәселесі ең өзекті мәселе болып отыр. Көптеген халықтар мынандай сұрақтар қояды. Күлбибі Қабиқызы, $90 кіріп, $170 кіріп, қалай $128.000 жетуге болады? Және бір-ақ рет қана салым салып, қалай баспана алуға болады? Осы қаншалықты шындыққа жанасады? Қаншалықты осы шындық сол жөнінде ашып, толығырақ біздің оқырмандарымызға айтып берсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Сәлеметсіздер ме, құрметті жолдастар? Сұрағыңыз, Бибісара ханым, өте дұрыс, орнықты. Бүгінгі күні өзімнен де көбі сұрайды. Бұл компания лақатұрын болмаса, шынымен істейтін болса, $90, $170 салып, $128.000 қайдан аласыздар? Қандай ақшаны компания сендерге төлейді деп. Сондықтан мен үлкен басыммен зейнеткер болып, бүгінгі күні айтарым бір-ақ сөз. Мен өзім интернет бизнесті істеп табыс тауып отырмын. Керемет, өте керемет. Иә. Осы табыс тапқанда айтатыным тағы да, интернет не екенін білесіздер. Көбі біледі. Үлкен кісілер мүмкін бәрі білмейтін шығар, но жастардың көбі біледі. Интернеттің аяғы ақша. Интернетте ақшаның бәрі қазіргі күнде интернетте бәрі ақша. Сондықтан интернет бизнеспен бәріміз айналысуымыз керек. Ол бірінші. Екіншіден, мына қазіргі күні маған жұмыс істеуге осында әкелген бір себеп бар. Мен қарап, жас қазақтың балалары, семьядары елдің времянкасында тұрып, жалдау квартирада тұрып, өте қиын күндер бастарынан кешіп отыр. Сондықтан мен үлкен кісілердің қайбіреуін өзіміздің компаниядарын алып, сол үйдерге барам даже. Барып, осы компанияның жағдайын айтам. Компания бұл ең бірінші бізге көмек беретін, ақша шығаратын. Осы компанияда істесек, әрбір жастар өздеріне баспана тауып алады. Ал кім айтады $128.000 жоқ, онда өтірік лақатыру деп сенбеңдер. Мұнда шынымен $128 шығады. Сіз 37.000-дан кірсеңіздер де, 70.000-дан кірсеңіз де $128.000 шығарасыздар. Бірақ та жұмыс істеу керек. $128.000 қалай шығады деген сұрақ туады ғой. Бірақ рес ақшаны саласыздар. Екі кісіні артыңыздан шақырып үйретесіз жұмысқа. Сол жұмыспен үлкен нәтижеге шығасыздар. Сонда жинақтау арқылы дейсіз ғой? Жинақтау арқылы. Әрбір бағдарламада бұл компания арасында ақшаны шығарады күнделікті өмірге, аяғында жинақтап бізге үлкен цифраны береді. Рахмет, өте жақсы. Сондықтан да, құрметті оқырмандар, бүгінгі таңда бірден-бір баспана алуға мүмкіншілігі бар. Бірден-бір табыс табуға мүмкіншілігі бар. Millennium компаниясына келіңізде дегім келеді. Егер де сізде осы сұрақ сіздерді қызықтырса, төмендегі сілтеме арқылы хабарласыңыздар. Күлбибі ханым, сіздің әңгімеңізге көп-көп рахмет. Сау болыңыз.